Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгінгі видео рум тур болады. Бұл менің уже екінші үйім, уже екінші квартираға көштік. Вот. Егер сіздерге қызық болса, менімен бірге болыңыздар. Бұл үй өте маған қатты ұнады, сондықтан көріңіздер. Так, кіреберісте осындай үлкен айнамыз бар. Маған ең қатты ұнағаны осы жер. Вот, мына жерде есік, білмеймін, мынау біздің алдымызда тұрған адамдар мына жерге бірдеңе жабыстырған екен. Бұл кетпеген, клей ма, сондай бірдеңе. Вот, теперь мына жақта бізде осындай үлкен шкаф. Бұл жақта біз аяқ киімімізді осылай әдемілеп қойып қойдық. Толтырып. Бұлай салайын десем, что-то сыймай жатыр да. Кішкентай қылып жасап қойыпты. Вот, осындай үлкен шкаф бізде. И тағы кішкене жүрген кезімізде тағы шкаф бар екен. Типа шифонер сияқты. Вот, бұл жаққа менің кірпіктерімді қойып қойдым. Наращивание ресницаның заттары мына жақта. Мен пока что жасап жүрген жоқпын, сондықтан маған керек емес болғандықтан осы жаққа тығып тастадым. Мына жақта тоже сондай керек емес заттардың барлығын осы жаққа қойып қойдым. Кейін өзім дұрыстап реттеп алатын боламын. Мына жақта сумкалар. Мен сумка қатты жақсы көрем. Неше түрлі сумкаларымды осы жаққа қойып қойдым. Бұл бізде стиральная машина, сразу жуып кептіреді екен. Маған ұнағаны сол. Ең бастысы. Мына жақта біздің күнделікті киетін киімдерімізді осылай бүктеп қойдым. Тоже барлығы сыяды. Ар жаққа тоже керек емес заттар. И сумкамды қойып қойдым. Енді сіздерге уборныйды көрсететін боламын. Берсе, осындай біздің уборныйымыз бар. Мына жақта душевая. Ой, ашылмай жатыр. Көрініп тұр ғой, Вот. Мына жақта душқа түсіп аламыз. Рахат. Жауып қойып түсе бересің. Аты алдыңғы квартирада барлық жер су болатын еді. Мұны ыңғайлы. Мына жақта да керекті заттардың барлығын қойып қойдым. Маған ең ұнағаны айналар көп екен. Мына айналар ашылып жабылады. Бұл жаққа заттарымызды қойып қойдық. Керекті заттарымызды. Мына жағы тоже ашылады. А мына ашылмайды. Бұл обычный уже айна. Мына жаққа сүлгімізді іліп қойдық. Ал мына жерге мен дайсонымды қойып қойдым. Шашымды сразу жерде кептіретін боламын. Қызығы уборныйда осылай туалетте осылай жабылады есік. Корейский стилде. Енді келесі бізде кухня. Кухняда шкафтар өте көп. Маған ұнағаны осылай заттарымды қойып қойдым. Вытяжка бар, ең керекті. Потом мына жаққа ыдыстарымдың барлығын салып қойдым. Ал мынаның астында пышақтарды керекті заттардың барлығын осы жаққа қойдым. Холодильник. Осындай алдыңғы видеода көрген болатын холодильникті көрсеткен болатынмын. Вот. Үлкен, барлығы сыяды. Ал астында морозильник. Вот. Дальше бізде осындай өзіміздің киімдерімізді осы жаққа қарай іліп қойдық. Мына жұбайымның киімдері, мынау менің киімдерім. Менің киімдерім өте көп. Еш жерге сыймайды ғой. Вот. Тоже әдемі. И ары қарай тоже айна. Осы жерде мен боянатын боламын. Әлі стульчик алмадық. Мына жерде отырып боянғанға ыңғайлы болатын еді. Енді орналасып жатырмыз, ничего страшного. Мына жақта менің косметикаларым керекті. Мына жақта да күнделікті қолданатын духилар. Ар жақта керек емес косметикалар, косметичкаларды осы жаққа салып қойдым. Ең рахаты тоже шкафтар өте көп. Ол жақта
заттарыңды сала бересің. Ең рахаты сол айнаның артында косметикаларыңды сала бересің. Менде особо қатты көп емес косметикалар. Бұрын көп алатынмын. Қазір особо алмаймын. И бізде кондиционер осындай жоғарыда орналасқан. Вот маған ұнағаны тоже әдемі, жоғарыдан үрлеп тұрады. Ал сіздерге қазір видті көрсететін боламын. Біз 10-шы этажда тұрамыз. Вот күн қата түскеннен кейін пердені жауып қойдым. Ар жақта үйлер салынып жатыр. Өте әдемі вид. Мына сушилканы алдыңғы үйден алып келген болатын. Жұбайым айтады, керек емес, не қыласың, таста деп. Сонымен жоқ, керек болады деп алып алған болатын. Оказывается, шынымен ақ керек екен. Мында тұрған стол. Райна екеуміз сурет салатын едік бұрын. Бұған шай ішеміз, жаңағыдай. Біз кровать алмадық, өйткені үй кішкентай болғандықтан бізге матрас нормально сойдет десең. Вот, матрас алдық новойдан. И келесі бізде осындай стол. Осы жерде біз шай ішіп, тамақ ішетін боламыз. Керекті заттардың барлығын мына жаққа тығып тастадым. Бұл жақта тоже осылай. Ары қарай түсініп аласыздар ғой. Мен штативім осы жерге қойдым. Мына жақта тоже мантоваркамды салып қойдым. Мантоваркам еш жерге сыймайтын еді алдыңғы үйде. Осы жолы сыйып тұр. Мына жаққа пакеттерді салып қойдым, чтобы удобно болу үшін. Ал ең қызығы мына жерде былай да. Былай аласың и жабасың. Болды, осымен видеом аяқталды достар. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Алдыңғы үйімнен қайсы әдемі екенін тоже комментарий жазыңыздар. Всем пока!